Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздермен жұмсақ, дәмді, нәзік болып шығатын қызыл мақпал пирожныларын жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрғақ ыдысымызға 1 жұмыртқа, 100 грамм шекер салып, көлемі ұлғайғанша жақсылап миксермен көпіршітіп аламыз. Массамыздың көлемі ұлғайған соң айранымызды қосамыз. Менде дүкеннің айраны, қолдың айранын пайдалануға да болады. Және бір ас қасықтай гелевый краситель қосамыз. Гелевый краситель сіздерде болмаса, құрғағын пайдалануға да болады. Массамызды тағы бір біріктіріп аламыз. Келесі ертілген сармайымызды қосамыз. Оны да бір біріктіріп аламыз. Енді електен өткізіп, ұн, какао, қосытқыш және ванильді сахар қосамыз. Онда массамыз бірден отырып қалмау үшін 2 бөлікке бөліп қосқан дұрыс. Менің қамырыммен аздап сұйықтау еттім, өйткені артылған қамырынан кейк попс жасаймын. Мен қамырымды аздап сұйықтау еттім, өйткені артылған қалдықтарынан балаларға кейк попс жасап беремін. Сіздер 20-30 грамм ұнды көбірек салып, қамырын кішкене стойка етіп жасасаңыздар болады. Дайын қамырымызды бір рет пайдаланатын пакетімізге салып аламыз. Енді формамызға құямыз. Алдын ала қызған пешімізге 150-160 градуста пісіріп аламыз. Креміне 200 грамм творожный сыр, 100 грамм сары май және қант, ұнтағы. Кремді миксермен жақсылап араластырып дайындап аламыз. Дайын болған кремді осылай қалташаға салып пайдалана береміз. Мен жұлдызша насадкасын пайдаландым. Дайын болған пирожныларымызды кесіп, оған кремімізді жағып шығамыз. Пирожны қалдықтарын ұнтақтап, қалған кремімізді қосып, кейк попстарымызды жасаймыз. Оны қалаған формаларыңызға келтіріп алсаңыздар болады. Неке осымен пирожныларымыз дайын. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Рецептін ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Алдағы видеоларымды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.